Саламатсыздар. Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледж физика пәні оқытушысы Сатынбекова Маржан Әбдіқадырқызы. Сіздердің назарларыңызға ауадағы дыбыс жылдамдығын анықтау атты зертханалық жұмысымды ұсынамын. Жұмыстың мақсаты фазалар ығысу арқылы ауадағы дыбыстың жылдамдығын анықтау. Бізге қажетті құрал жабдық, яғни виртуалды лабораториялық құрылғы көмегімен жасалынады бұл жұмыс. Оның ішінде бізде дыбыс генераторы, электронды осциллограф, микрофон және дыбыс зорайтқыш қолданылады. Қысқаша теорияға тоқталатын болсақ, адамның құлағы белгілі бір жиілікпен қарқындылықтағы тербелістерді қабылдайды. Сондықтан жиілігі 16-дан 20 мың герцке дейінгі диапазонда жататын және құлақпен қабылданатын тербелістерді дыбыс тербелісі деп атайды. Дыбыс толқындарды бойлық механикалық толқындарға жатқызуға болады, яғни оларда механикалық толқындар сияқты мынандай шамалармен сипатталады. Яғни ол жиілігі, тербеліс периоды, амплитудасы болады, оның бастапқы фазасы болады және толқын ұзындығы болады. Сәйкесінше әр аталған шаманың өзінің белгісі бар. Яғни осы дыбыстың жылдамдығын табу үшін мына төмендегі формуланы қолдануға болады. Яғни жылдамдық тең жиілік көбейтілген толқын ұзындық. Енді осы жиілік пен толқын ұзындық шамаларын өлшеу үшін біз акустикалық қондырғыны қолданамыз. Ол акустикалық қондырғымыз бізде міне мынау суретте көрсетілген. Яғни бізде электронды осциллограф қолданылады, сосын дыбыс генераторы қолданылады, дыбыс зорайтқыш және микрофон. Мына микрофон мен дыбыс зорайтқыштың арасында арақашықтықты өзгерту арқылы немесе екінші әдісі дыбыс тербелісінің жиіліктерін өзгерту арқылы мынау электронды осциллограф бетінде фазалар ығысуы бойынша тербелістердің көрінісін бақылау арқылы жылдамдықты анықтаймыз. Бізде мынау дыбыс генераторынан берілетін тербелісіміздің бір бөлігі тікелей мынау горизонталь сызықпен бағытталған бағыт бойынша электронды осциллографқа берілсе, екіншісі мынау дыбыс зорайтқыш арқылы микрофонға беріліп барып вертикаль құраушысы арқылы мынау вертикаль құраушылары арқылы электронды осциллограф ішіне енеді. Сонда бұл жерде екі тербелістің қосындысының нәтижесінде бір көрініс пайда болады. Ол көріністе бізде кішкене фазалардың ығысу есепке алына отырып көрініс туындайды. Ол эллипс тәріздес форманы береді. Эллипс тәріздес форманың мына үш түрі көрсетіледі. Яғни екінші және төртінші ширекте ығысқан эллипс тәріздес, сосын арақашықтықты немесе жиілікті өзгерту арқылы осы форманы міне шеңбер тәріздес немесе уже бірінші ширек пен үшінші ширекте жататын қисайған формадағы эллипс түрінде алуға болады. Сәйкесінше микрофон мен дыбыс зорайтқыштың арасына арақашықтықты өзгерту арқылы немесе жиіліктерді өзгерту арқылы осы эллипсті уже түзу сызық ретінде жердегі осциллограф бетінде көрінісін көрсетуге болады. Енді жұмысымыздың барысына тоқталайық. Екі тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырмада микрофон пен динамик арасында қашықтықты өзгерту арқылы дыбыс жылдамдығын анықтаймыз. Ол үшін міне 6 пункттен тұратын кезеңдерді орындап шығуымыз қажет. Біз виртуалды қондырғымызды іске қосайық ол үшін. Мінекей бізде мынау микрофон мен дыбыс зорайтқыш арасындағы арақашықтықты мына жерде біз өзгертеміз. Мынау құрылғылардың өзгертілуі, мысалға бізде қараңдар, мына өзгертуге болады, жоғары лед мәндерін көрсетуге болады, жиілікті өзгертуге болады, яғни азайтуға, көбейтуге. Біз алдымен мысалға 2000 Гц кезіндегі мынау арақашықтығы, яғни бастапқы арақашықтығы 0,205 метр кезіндегі осциллограф бетіндегі екі фазалар ығысуы бойынша екі
дыбыс тербелісінің қосылу нәтижесінде пайда болған көрінісін алып отырмыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, түзу сызық. Осы түзу сызықты арақашықтықты өзгерту арқылы, мінекей қараңыздар, шеңбер эллипс формасына, шеңбер формасына, сәйкесінше эллипстің ауытқыған формасына келтіруге болады. Арақашықтықты ұзарту арқылы қайтадан шеңберге ауысады, қайтадан эллипс тәріздес формасына келеді, түзуге ауысып, қайтадан керісінше эллипске ауысып, шеңбер формасына келіп, бастапқыдағыдай бірінші ширек пен үшінші ширекте жатқан түзу формасына келтіретін арақашықтықты анықтап аламыз. Міне сол арақашықтығымыз бізде қазір түзу формасына келгенде, соны біз соңғы арақашықтық мәні деп аламыз. 0,369-ға тең мәні. Яғни 2000 герц кезінде арақашықтығы 0,369 метрге сәйкес келеді екен. Осы мәнді біз соңғы арақашықтықтың мәні деп аламыз. Оны біз кестеге, мына кестеге толтырамыз. Жиілігіміз 2000 герц, бастапқы арақашықтығымыздың мәні, бағанаға соңғы арақашықтығымыздың мәні есепке алынады. Сосын осы екеуінің айырмашылығы дельта L деп жазылған бағанаға жазылады. Мынау n деген тербеліс саны, бізде тербеліс саны бір толық тербеліс жасалды, сондықтан біз мына n-нің бағанасына 1 деп белгілейміз. Мынау лямбда дегеніміз толқын ұзындық. Толқын ұзындықтың мәнін табу үшін біз міне орташа жәлдегі алынған арақашықтықтың мәнін тербеліс санына бөлу арқылы табамыз. Яғни дельта L-ді n-ге бөлу арқылы мынау толқын ұзындығы лямбда табылады екен. Ал енді жылдамдықты табу үшін өзімізге белгілі формула бойынша, яғни толқын ұзындығын жиілікке көбейту арқылы есептеп шығарамыз. Бұның мәні кез келген таблицалық мәндегі дыбыстың жылдамдығына жуық мәндес мән шығу қажет. Яғни таблицалық дыбыстың кеңістікте таралу жылдамдығы 340 метр секундқа тең. Міне соған сәйкес шама шығу қажет. Ал енді жұмысымыздың екінші бөліміне көшейік. Екінші бөліміне сәйкес жиілікті өзгерту арқылы дыбыс жылдамдығын анықтаймыз. Міне мынау 4 нұсқау бойынша жұмысымызды жүргізуіміз қажет. Ол үшін мынау электрондық құрылғымызды қосамыз іске. Мынау арақашықтығы өзгермей осы күйінде қалсын, жиілікті өзгертеміз. Мінекей 200 кезінде, сосын мұны қайтадан бастапқыдағыдай формаға 2900 герц кезінде осы қайтадан бастапқыдағыдай бір толық тербеліс жасалғанды білдіретін мына түзу сызық формасына келді. Міне осы мән жазылады кестемізге. Сонда екінші кесте бойынша ұзындық өзгерген жоқ. Бастапқы жиілік пен соңғы жиіліктің мәндері түседі мына бағанаға. Екеуінің айырмасы түседі. Сосын бір толық тербеліс деп мына n бағанасына 1 деген сан түседі. Және жылдамдықты табу үшін осы жәлдегі жылдамдықтың L-ді n-ге бөлу арқылы табылған толқын ұзындығына көбейтуі арқылы жылдамдықтың мәні есептеп шығарылады. Жұмыстың соңында мынау қорытынды сұрақтарға жауап беру арқылы қорытынды жасап жұмысымызды аяқтаймыз. Сонымен зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.